Қалмахан Әбдіқадыров 1903-1964 жылдар аралығында өмір сүрген. Қызылорда облысы Шиелі ауданында туған. Қалмахан Әбдіқадыровтың қаламынан туған тағы бір шығарма ол Қажымұқан повесті. Атағы болып кеткен аңыз ердің қол соққан түрегеліп Париж, Берлин, Брюссель, Рим, Лондон газеттері палуанның жазған теріп әр іздерін деп ақын Сырбай Мәуленов жазғандай, бұл Мұқанның бала кезі еді. Байға жалданып күн көріп жүрген кезі. Оған жұмыстың ауыры жоқ, арбаны да өзі сүйреп, ауыр қапты бұйым көрмей, 5 адамның жұмысын өзі жалғыз атқаратын. Бірде көзге түрткісіз ақ түтек боранға қарсы жарты тонна ет тиелген шананы сүйреп біреу келеді. Бұл кедей шаруа баласы Мұқан еді. Ол ержеткенше байлардың малшысы болды. Есейе келе Ақмола саудагеріне жалданады. Оған қожайыны пар ат жегіп береді де қасапханадан жаңа сойылған қой етін әкелуге жұмсайды. Қалың қарға оппалаған аттар шананы жылжыта алмайды. Аттарды қоя беріп, шананы жаяу сүйреткен жайы осы еді. Мұқанның саудагерге жалдануы жалғаса береді. Жазға салым татардың сабан тойы өткізіледі. Жиналған жұрт думандатып, ойын сауық өткізіп жатады. Келесі кезек палуан күресіне де келіп жетеді. Кесек денелі еңгезердей біреу жиналған жұрт алдында малдас құрып отырады. Онымен ешкім күресуге шықпайды. Сонда Мұқанның қожайыны жылқышысына қарап: «Мұқан, осы палуанмен сен күрестен қайтеді? Күші асса жығыларсың, әйтпесе жығарсың» дейді. Мұқан келіседі. Олар бірден ұстаса кетеді. Алғашында татар палуаны қара торы бейтаныс жігітті өзіне тартып, үйіріп әкетуге тырысады. Бірақ оған қарсыласы иліге қоймайды. Осы кезде Мұқан ірі денелі еңгезердей татар палуанының ішінен шалып, топ еткізеді. Татар палуаны күшіне сүйсінген Мұқанға қарап, Мұқанның күрес аренасына шығу керек екендігін және оған өзінің көмектесуге дайын екенін жеткізеді. Ақырында соның көмегімен Петербургтағы французша күрестің курсына келіп түседі. 1 жылдан кейін Мұқан цирк аренасына шығуға жолдама алады.